осы қабыл болсын деп бәріңізге де енді күлән айтады деп бәріңізге де сол күләннің атынан өзіміздің атымыздан бәріңізге де рахмет. Мына жерге келіп жатқан жаңағы Гүлнар айтты ғой енді ағаларымыз бар, қарындасымыз бар, жеңгелеріміз бар, ауылдан келіп жатырған тумаластарымыз бар, нағашымыз бар, жаңа ауылдан келіп жатырған жиендеріміз бар, тумаластарымыз бар. Осы күләннің бір айтқан сөзін жібере тастамай бәрін жан-жақтан шұғылап келіп көмектесіп бір қабыл болсын деген сөз айтып үшін келдіңдер. Алла тағала өздеріңізге де сондай Алла тағала жазсын, қабыл болсын, еселеп берсін. Атамыздың беріп жатқан садақасы қабыл болсын. Аталғанымыз жатақ болған бәрімізге де қызметтеріңізге рахмет. Келіндер бар осы жерде жүгіріп келіп кеш келсін, ерте келсін осы жүгіріп қызмет жасап жүрген балдар бар, бәрімізге рахмет. Жетібай ағам айтқан осы садақаны емес қуанышта, тумаласта жиналайық. Осындай ауызымыз бірі болсын. Міне өзіміз бүгін нәтижесін көріп жатырмық қой. Күләннің тумаластың арасында қандай екен, бәрі келіп жақтан келіп жатыр. Азғантай қылып шақыра қояйық деп есептен шақырдық. Енді Жетібай басы бар, Өзен басы бар, басқа жақта қозғалған жоқпыз. Осы Ақтау басындағы ағаларым айта ғой деп, менің айтып, қыздарға да айтқан жоқпыз. Ақтау басындағы сол айтуы бойынша сол күлән болып мен сендерге соқтым, бәрін айттым. Соқтан енді келіп жатқан бәріңізге рахмет. Күлекке бірден айтып жібересіз ба? Осы демалысты пайдаланып, балдарды құттықтап неге біреу қостанайдан біреу Алматыдан келіп енді үйде иә болмаса мына қаланың басында бір орталықтан жасаған садақа енді жалпы бір отырсын оңай ғой. Халықта ешқандай қиналыссыз келе қояды. Енді мынандай жер болғасын, бір келе алады, келе алмайды. Уақыт бар, барлығы солай деп ойымдадым. Мен мына жақта суы бар ма екен, отыны бар ма екен деп. Аян менен Мырзабек шаптылар біресе отын қарап, біресе суын қарап. Газын алып келіп, кеше мына жерге келсек, тағы адамдар садақа жасайын деп жатыр. Олардан қап-қарап кетіп қалыпты дейді. Енді әуелі бәрімізге ортақ қой. Содан айтып түсіндірдік, бәрімізге енді сізде, бізде осы әулиеге табынып келіп, бұл жерде тәтеміз жатыр. Сіздің басына бір садақа беріп келіп жатырмыз енді. Бір-бірімізді түсінісіп, бұл жерден сендер бір бөлмесіне кіре қойын, біз бір бөлмесіне кіре қойын деп айтып. Бірінші қатты, артынан тәтті болып, сонымен келістірген болады деп. Ал енді тек барлығымызға тек жақсылық тілеймін, қуаныш тілеймін, той тілеймін. Жаңағы осы бір мал садақам бар еді деп шақырып еді деп біреуіңіз қырымнан біреуің қиырдан келіп жаңағы атсалысып жатсыздар. Мына келіндерге Алла разы болсын, шапқылап шайларыңды ішпей жүгіріп қызмет етіп жатырған Ақбақ Дәулет түніменен адасып бәріне ризамын. Біреуі самаурынын арқалап, біреуі шайнегін арқалап өтеу. Мына жақта бәрі, мына кісілер бірінші емденіп қойған ғой, сосын енді біздер жан жақтан тасыдық енді басқа заттарды. Сонымен ризамын, сыйлап осы жаңағы бір мал садақа бар еді деп айтты деп жүгіріп, әй бір мал садақа ғой, бармағанда нағылады демей келіп жатырғандарыңызға. Тек сіздерге қуаныш тілейін, той тілейін, мына Камшатымның достары. Алла разы болсын сіздерге де. Камшат айтып еді деп келіп жатырғандарыңызға. Енді не тілеймін? Тек ойлаған ой армандарымызды, тек тілеген дұға тілектерімізді әулиелер, ата-баба Алла тағала тек қабыл етсін. Тек
жақсылықта жиналайық, оңашылықта жиналайық. Рахмет барлығыңызға, сау болыңыздар. Камал, қанша сен журналистсің, Алматы журналисті. Не хабар бар? Забастау кезде Россия сөйлейсің. Қамшар, Алматыда не хабар бар? Политика қалай? Тумаластар, достар, ағайындар, аға жеңге, нағашы, келін, бөлелер, барлығыңызға рахмет. Алла сізден де бізден де разы болсын, садақамызды қабыл етсін, біз шын көңілмен бердік деп берейік, Алла соны бізге разылығымен қабыл етсін деймін. Ал енді мегаполис Алматы тұрғанда Астанаға қарай Ал садақа қабыл болсын, нағашылар, бөлелер. Үйлеріңізде той болсын дейміз. Бәрімізді жақсы көремін ғой, біледі ғой, нағашыларын жақсы көремін. Иә, I love you ғой. Аман болыңыздар. Жеңгелерім. Болмаса да бүгін екі садақам бар еді, бәрін тастап Мен камчат ертең кетеді, беретіндерін беріп қалың енді. Екі бөлемен. Сал жүретін қойларыңызды сал жүріңіздер. Сен Назира қой, намазда ұйықтап қаласың. Болды қоя бәріміз. Рахмет айтылды.